Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі жұма баршаларыңызға қабыл болсын. Тілеген тілектеріңіз, дұғаларыңыз қабыл болсын. Мен осылай таңғы шайымды ішейін деп отырмын. Бүгінгі менде таңғы аста осындай помидор және 2 тал жұмыртқа, 2 кішкене жапырақ, одан кейін әрине осындай шай. Таңғы шайымды ішіп алам. 2 сағаттан кейін осы өзімнің кофемді ішем. Мен бұл кофенің декабрьдің жаңа жылдың алдына 25-не дейін, сентябрьден бастап 17 килограмм салмақ тастадым. 2,5 пачкасын іштім. Енді сол пачканың неден кішкене қалған еді, бір 10 шақты ұштық. Соны қайта ішейін деп, бүгіннен бастап қолға алайын деп отырмын. Тек қана негізі бұны аш қарында да ішсе де болады бұл кофені. Бірақ енді мен таңғы асымды ішіп алып, одан кейін бір 2-3 сағаттан кейін ішемін. Өйткені фигурамызды дұрыстаймыз деп жүріп, асқазанды құртып алмас үшін асқазанда бір нәрсе тұруы керек. Сондықтан мен осындай жұмыртқамен помидорды таңдадым. Негізі жалпы бұл кофені ішкен кезде мынандай тамақ жеуге болмайды деген қағида жоқ. Тек қана мен өзім осы нәрсені таңдап отырмын, осы жұмыртқаны бүгін. Егер ертең жұмыртқа болмаса, басқа нан мен май жеймін дегенде енді кез келген тамақ болады. Сондықтан қазір бірінші таңғы асымды ішіп аламын, одан кейін барып 2-3 сағаттан кейін осы кофені ішемін. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік.